Менің есім Сәлкен Амангелдіұлы Сұлтанов. Ресей Федерациясынан осы Бәйтерек ауылына 2010 жылы көшіп келдім. Біздің ауылымызда биылғы жылы 1640 тұрғындар отырады. Ауылымыз жыл сайын өсіп баратыр. Жаңа үйлер салынып жатыр, келіп жатқан адамдар көп. Осы ауылда Қытайдан көшіп келген адамдар бар, Монголиядан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Ресей Федерациясынан. Ауылымыз өте жақсы, мектеп бар, медпункт бар, поштамыз бар, мешітіміз салынып жатыр. Ауылдың адамдарының күнкөрістері жақсы, әркім өзінің жағдайымен жұмыс істеп жатыр. Специалист болып істеп жатқан кісілер көп, мал шаруашылығымен айналып жатқан кісілер, құрылыспен айналып жатқан кісілер, күндері жақсы, жаман емес. Көшемізде, асфальт салынған, су жүріп тұрады. Каждый үйдің ішінде сулары бар, септиктары, душевой кабинадар бәрі үйлерінде бар. Халықтың реніші ешқандай жоқ. Ауылымызда биылғы жылы көшеде жарық жанып тұр. Әкімімізге көп рахмет. Бәйтерек ауылы жыл сайын өсіп, гүлденіп келе жатыр. Келешекте бұдан да жақсы болғанын тілеймін.